Бәріне сәлем. Өткен сабақта біз сіздермен фотошопта слойлар туралы үйренген болсақ, бүгінгі сабағымызда жасаған жұмысымызды немесе соңғы әрекетімізді кері қайтару туралы үйренетін боламыз. Егер сіз қандай да бір сурет сала отырып немесе түзетулер жасаған болып, сол әрекеттер сізге ұнамаған болса, оны кері қайтаруға болады екен. Соны қазір үйренеміз. Ол үшін біз инструменттердің ішінен мына жерден біз кисточканы таңдап аламыз. Сосын клавиатурадағы Alt клавишасына басып тұрып, мышканың сол жағына басып, мына жерден өзімізге керекті түсті белгілеп таңдап аламыз. Бізге қандай түс керек қазіргі жұмыс жасауымызға. Сосын сурет салып бастаймыз. Сурет салып бастаймыз. Егер де бізге салған соңғы әрекетіміз ұнамаған болса, біз оны бір рет кері қайтарғымыз келсе, онда Ctrl плюс Z кнопкасына басамыз. Міне, Ctrl-ға басып тұрып, Z-ға басамыз. Соны басатын болсақ, біз соңғы әрекетімізді осылай қайтарады екенбіз. Сонымен осылай бір рет басу, бір рет кері қайтару болып табылады. Солай кері қайтара алады екенбіз. Сосын егер сіз бірдеңе өшіріп, мына жасаған затыңызды өшіріп, соны қайтадан алдыға қайтарғыңыз келсе, онда Ctrl, Shift плюс Z үшеуін бірге басады екенсіздер, үш клавишаны. Сонда жаңағы жұмысыңыз қайтадан қайтып келеді. Сол кезде бір қадам алдыға жылжыған болып есептеледі. Егер сізге горячий клавиши, яғни ыстық клавишаларды есте сақтау қиын болатын болса, онда біз программадағы менюді қолдана аламыз. Мына жерде редактированияға басамыз. Осы жерде отменить инструмент кисть деген строкасын таңдап аламыз. Сол кезде біздің жаңағы жасаған соңғы әрекетіміз өшіп отырады. Редактирование, отменить кисть. Міне, өшті, көрген болсаңыздар. Не болмаса, оны қайтадан орнына алдыға жылжытып қоюға болады. Яғни сол жұмысымызды кері қайтару. Повторить, кері қайтару. Повторить, инструмент кисть строкасына басады екенбіз. Бірақ та осы жерде кері қайтару немесе алдыға жылжыту, отменить немесе повторить әрекеттері, оларда өзінше лимит бар. Ол лимитті бізге сол лимиттің мөлшерін ұзартуға болады, немесе кішірейтуге болады, өзіміздің ыңғайымызға қарай. Ол үшін істейміз. Ол үшін панель редактированияға кіреміз. Сонда төмен қарай түсетін болсақ, настройки деген бар. Настройки деген строкаға бассақ, основные. Соны таңдап аламыз. Бұл жерде біз енді интерфейс, рабочая среда, например, және тағы да басқаларын өзгерте алады екенбіз. Например, интерфейсті алатын болсақ, мына жерде түсін өзгерте аламыз. Басатын болсақ, міне мына жерде қара түс керек болса, қараны белгілеп аласыз, немесе мынау сұр, серый
ашық сұр болмаса, өзіңізге қайсы түс ыңғайлы, соны белгілеп алады екенбіз. Маған осы түс өзі ыңғайлы. Не болмаса, кисточкалардың сурет салу режимін өзгерте аламыз. Мына жерде әртүрлі стандартный керек па, сізге қандай керек, точный керек па, мына жерде кішкентай болып көрсетіліп тұрады. Соны өзіңізге ыңғайлы қылып келтіріп аласыз. Не болмаса, мына жерде прозрачный фонды тоже өзіңізге ыңғайлы қылып настроить етіп аласыз, қайсы сізге керек. Мына жерде даже клеткалары қандай кішкентай керек па, не болмаса түсі жаңағы түсінде өзгерте аласыз, темный, светлый деген сияқты әртүрлі түске. Не болмаса жаңағы клеткаларын қайттан орнына келтіре аласыз, не болмаса үлкейте аласыз. Зеріне қойып қойайын, өзіме ыңғайлы қылып. Солай әртүрлі мына жерде түсін өзгерте аласыз. Зеленый керек па, оранжевый керек па, например, мысалға. Осылай өзіңізге ыңғайлы қылып келтіруге болады. Қазір біз эксперимент жасап көрейік. Домалақ суреттер, не болмаса сызықтар салып бастайық. Және де оларды кері қайтара бастаймыз. Осылай салдық. Енді Ctrl-Z-пен, не болмаса редактированиядағы мына отменитке басып, кері қайтарамыз. Міне көріп тұрсаңыздар, мына жерде бітті. Лимит, бізде уже лимит арғарай. Клавишаны бассақ та істемейді. Мына панельге барсақ та отменит уже өшіп тұр. Историяға бассақ та бізде уже бәр жерде лимит қойылған. Сол үшін де не істейміз? Сол үшін жаңағы панельге барамыз, редактированияға басамыз, настройкаға барамыз. Сонда бізге керек производительность деген строка. Соны аламыз да, мына жерде бар история действий дейді. Осы біздің ұлғайтқымыз келетін, немесе кішіреткіміз келетін қадамдар осы болып табылады. Міне осы жерден бізге неше шаг история сақталып тұру керек, осы жерден белгілеп қоямыз. Окейге басамыз. Біздің настройкамыз өзімізге ыңғайлы болып дұрысталды. Мен сіздерге енді ыстық клавишаларды көрсеттім, горячий клавиши дейді. Соларды жазып алуларыңызға болады, есте сақтау үшін. Сосын не болмаса, осы клавишаларды қолданбайым десеңіздер, онда мына жерде история деген кнопка бар, қосымша инструменттердің ішінде. Соған басып кері қайтаруға болады. Жасаған жұмыстарымызды не болмаса қайтадан алдыға жылжытуға болады. Достар, егер түсінбеген жерлеріңіз болса, төменге жазып сұрауларыңызға болады. Ұнаса лайк басып, және каналыма тіркеліп алыңыздар.
Енді біз келесі сабақтардан бастап инструменттердің бәрін жеке-жеке талқылайтын боламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.